Далила да тартқысы келіп тұр, иә? Тартасың ба? Ал, тартып көр. Сәлем, достар. Сәлем, достар. Сәлем, біз бүгін қыздарға мен жаңа ғана шыққан жаңа ертегіні оқып берейін деп отырмын. Өзім де әлі есіме сақтап үлгермедім, домбыраны бекер алмадым. Өйткені ол ертегі музыкалық кілт туралы. Сендер нотаны білесіңдер ғой, музыка сабағынан үйреніп жүрсіңдер. Сол музыка сабағынан үйреніп жүрген ноталардың ішінде музыкалық кілт деген болады, иә? Ең басында тұрады. Лай, әдемі, д әрпіне ұқсап салған. Сол музыкалық кілт туралы ертегі айтып берейін сендерге. Далила, өзі ойнай тұрсын, иә? Жақын отырайсың, а? Үйін іздеген кілт дейді. Музыкалық кілт үйінен адасып кетіпті де, үйін таба алмай іздеп жүреді. Өнер деп аталатын қалада өмір сүретін музыкалық кілт ойнап жүріп Айсана үйінен адасып қалады. Бауырларын, достарын таппай әбден шаршап, не істерін білмей жылайды. Менің үйім қайда? Қайдан табам? деп жылап отырады. Ұзақ жүреді, таппай, ешкім оған көмекке келмейді. Сосын көзінің жасын сүртіп, болмас, енді өзім үйімді іздеп шығайын жолға деп жолға шығады. Біраз жүріп музыкалық кілт сырты әдемі, түрлі түсті боялған үйді көреді. Барып, есігін қағады. Тұқ-тұқ-тұқ-тұқ. Кім бар екен деп. Есікті қараса, қарандаш ашады. Кілт бірден амандасады. Сәлем, етсіз бе? Сәлем, музыкалық кілт. Үйге кірсеңші, неге көңіл күйің жоқ? Не істеп жүрсің деп қарандаш сұрайды. Жылайды сосын ол музыкалық кілт. Мен ойнап жүріп үйімнен адасып қалдым. Қарандаш, сен біздің ноталар тұратын менің үйім қай жақта екенін білмейсің бе? деп жылайды. Алыстан қарағанда мына үй біздің үйімізге ұқсайды екен, бірақ бұл біздің үйіміз емес екен деп кілт одан сайын жылайды. Қарандаш айтады: жоқ, досым, бұл бейнелеу өнерінің үйі. Бұнда суретші, мүсіншілерге керек заттар тұрады. Мысалы, мен тұрам деп жауап береді. Музыкалық кілт қарандаштан үйге кіруіне рұқсат сұрайды. Кішкене демалып алайыншы, үйіңе кірсем болады ма дейді. Жақсы, музыкалық кілт, кір дейді. Қараса, бейнелеу өнеріне өте әдемі екен. Қарада анандай картиналар тұрады, иә, біздің үйдегідей. Неше түрлі мүсіндер тұрады. Тура мұражай сияқты әп-әдемі екен музыкалық кілт. Таң қалады. Қарандашқа алғысын білдіреді. Сосын айтады: бұл жерде бояулар, қарандаштар, фломастерлер, түрлі мольбер, сурет салуға керек бояу, бәрі осы үйде тұрамыз дейді. Сосын музыкалық кілт: жақсы, рахмет, үйлерің әдемі екен, мен енді өзімнің үйімді іздеуге шығайын дейді. Мына домбыраны жерге қоюға болмайды, Далила. Біз ертегі айтып жатырмыз, тыңда. Сосын музыкалық кілт далаға шықса, күн бұлттанып, жел тұрып, жаңбыр жауа бастайды. Ол үсті су болып бірден тоңады. Қалай жылынарын білмей өзінің ағайынды достары 7 нота бар ғой, соны есіне түсіріп жылайды. Бірінші нота қандай? До. Иә, до айтты. Ішінен ойлап жатыр: менің бауырым до. Өзі сонда жуан дауысты, үлкен, үйдің ең үлкені, өте бауырмал еді менің сол бауырым. Екінші қандай нота? Ре. Рені айтады: ре үйдің екіншісі, бойы додан сәл ұзын, өзі сондай әзіл қой еді деп сағынады. Үшінші қандай нота? Ми. Ми үшінші нота. Үйдегі бұзығы осы дейді. Ойыны қанбайтын нота еді өзі. Миді да сағынып кеттім деп жылайды. Төртінші? Фа. Фа өте жауапты, сабақты керемет оқиды. Ешқашан кешікпейтін нота.
Одан кейінгі нота соль. Үйдің үлкен қызы. Өте сұлу әдемі нота екен ол. Одан кейін сольдан кейін кім? Естеріңе түсіріңдер. Ля. Ля да соль әпкесіне тартқан. Өте нәзік, әдемі, шаштары ұзын аминанткіндей. Үзіліп кетейін деп тұрған нота екен. Ал енді үйдің ең кенжесі Далила сияқты си. Оның дауысы қатты шықпаса да, кенже қыз шаңырақтың шаттығы, сыңғыр күлкісі бар, өте тәтті қыз еді деп есіне түсіріп отырады. Бір кезде кілттің ойына барлығы бірге шырқайтын ән есіне түседі. Былай айтылады екен ол ән. Айтып берейін бе сендерге? Біз бауырмал нотамыз, ылғи әндер жазамыз. Дос болсаңыз бізбенен бірге әндер айтамыз. Бәрі осындай ән айтады екен үйде. Сосын шіркін, өз үйіңе жететін жер бар ма? Музыкалық кілт көзінің жасын сүртіп, тағы да үйін іздеуге шығады. Біраз жүріп ол тағы бір есікті қағады. Тоқ, кім бар екен бұнда деп. Есікті ашады. Сәлем, бұл біздің үй, бұл шеберлердің үйі, дейді балға. Балға есікті ашты. Балғаны білесіңдер ғой, сендер? Бұратын тоқ, музыкалық кілт өзінің тоңып, жаурап қалған және үйін іздеп жүрген балғаға айтып береді. Балға оны үйіне кіргізіп, ыстық шай береді. Жақсы екен, балға қонақ жай. Музыкалық кілт шеберлер үйінің де әдемілігіне таңырқап біраз аралайды. Сөрелерде әдемі құмыралар, ағаштан жасалған түрлі бұйымдар, темір тағалар, сырға сақиналар көзінің жауын алып тұр екен. Балға айтады: бұл үй шеберлердің үйі, ұсталарға қажет, шеберлерге қажет заттар біздер тұрамыз. Өзің көріп тұрсың ғой дейді. Кілт өнер үйіндегі балға, балта, сүргілерге алғысын айтып, тағы да өзінің үйін іздеуге жолға шығады. Ұзақ жол жүріп сыртында түрлі түсті шамдар жарқырап тұрған бір үйге келеді. Есікті қағып еді, алдынан матадан тігілген қонжық пен қошақан шықты. Ой, Далила, біздің ертеңіміз айтқызып. О, сәлем, кілт, қайдан жүрсің дейді қошақан. Мен үйімді таппай жүрмін деп тағы жылайды кілт. Ой, жылама кілт, кел үйге кір. Бұл театр және кино өнерінің үйі. Саған біздің достарымыз бір қойылымнан үзінді көрсетіп берсін дейді қонжық. Қонжық пен қошақанның достары дереу жиналып сахнаға шығып, жарықты жағып бір ертегіден үзінді қояды. Сендер қуыршақтар театрына бардыңдар ғой? Тура сондағыдай. Бұл үйде неше түрлі бетперделер, қуыршақтар, аң құстардың костюмдары, түрлі түсті жарық шамдар мен камераларды көріп кілт қандай күшті деп. Және актерларға қажетті заттар тұратын болып шықты сол үйде. Бір кезде қонжық музыкалық кілтке оның үйі қайда екенін білетінін айтады. Музыкалық кілт, мен сенің үйің қайда екенін білемін дейді. Кілт қатты қуанып қонжық досымен тағы да жолға шығады. Екеуі шаршап, шалдығып, ұзақ жүреді. Бір кезде алдарынан ноталардың мекені шығады. Музыкалық кілт өзіне таныс ноталар мен музыкалық аспаптарды көргенде жүрегі жарылардай қуанады. Сендер де қуанасыңдар ғой өзелеріңді тапсаңдар, егер жоғалып кетсеңдер, солай ма? Ноталарды жамырап, кілтті құшақ қайтадан. Ноталарда жамырай келіп кілтті құшақтап қуанып жатты. Енді ол музыка өнер атты үйінен алыс ешқайда кетпейтініне уәде беріп, қонжыққа алғысын айтып, үйіне шығарып салады. Ал бір үйдің балалары кілт пен жеті нота сүйікті әндерін шырқап кетті. Қандай еді ол? Біз бауырмал нотамыз, ылғи әндер жазамыз. Дос болсаңыз бізбенен бірге әндер айтамыз. Ал, жақсы, тағы рет айтып көрейік. Біз бауырмал нотамыз, ылғи әндер жазамыз. Дос болсаңыз бізбенен бірге әндер айтамыз.
Ал сендер ән айтқан жақсы көресіңдер ме? Иә. Жарайсыңдар. Енді біз музыкалық кілт секілді үйден алыс ойнап кетуімізге бола ма? Жоқ, өйткені адасып кетуіміз мүмкін, сосын үйді таба алмай қаламыз. Солай ма? Иә. Сондықтан ата-анасыз үйден алыс кетуге болмайды. Бүгінше осы достарымызға не дейміз? Сау болыңыздар дейміз. Домбыра тартып үйреніңіздер. 7 нот арқылы неше түрлі музыка, ән тыңдауға болатынын естеріңізге саламыз. Басқа да музыкалық аспаптарда ойнау білсеңіздер, бізге комментарийға жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде оқимыз. Және біздің арнамызға жазылып, не істейміз? Лайк басамыз. Сау болыңдар. Сау болыңдар.